Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде. Жер бетінде адамзат тіршілік еткелі бері талай заман, небір сұрапыл, қаншама індет болды десек те, биылғы жылдың басталуымен күллі әлемді дүр сілкіндірген коронавирус эпидемиясы әлі де нақты вакцинасы табылмауымен көпшіліктің алаңдаушылығын тудырып келеді. Бұрынғы жайбарақат өмірді жалпы қозғалыссыз әлемге бір сәт үзіліс бергендей болды. Адамзат тарихында бұл жағдай талай ғасыр өтсе де ұмытылмайтыны анық. Бүгінде халық арасында бұл індеттің екінші толқыны күз айларында қайта күшейеді деген қауесет бар. Еліміздің солтүстігінде бірнеше аудан орталықтары бұрынғы карантин режимін қайта енгізіп те үлгерді. Алайда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы кейбір мемлекеттерде коронавирусқа шалдыққандардың саны өссе де, кей мемлекеттерде керісінше баяулағанын хабарлады. Және де әлемдік ұйымның айтуынша коронавирустың екінші толқыны жоқ дейді. Пандемия 2020 қауіп-қатерлер, шешімдер салдары тақырыбында өткен халықаралық конференция кезінде ұйымның төтенше жағдайлар жөніндегі аймақтық директоры Дорит Нитсан сөз сөйледі. Коронавирустың түрлері мен формалары пандемияның ешқандай екінші толқыны жоқ екенін көрсетіп отыр. Біз осы мәселені апта сайын зерделейміз. Коронавирустың деңгейі төмендеп жатқан елдердің жағдайын зерттеп отырамыз деп атап өтті Нитсан. Ұйым өкілі маңызды бір мәселеге тоқталып өтті. Оның айтуынша көптеген адам коронавирустың өте қауіпті ауру екенін түсіне бермейді. Өйткені әлемде халықтың 5% ғана індеттің ауыр түріне шалдыққан. Алайда жаңағы 5% қатты қиналады, олардың өміріне қауіп төніп тұр. Олардың жағдайы ауыр деді Нитсан. Жалпы әлем бойынша COVID-19 дертіне шалдыққандардың саны бүгінде 37 миллионнан асты. Оның 1 миллионнан астамы көз жұмды. Елімізде пандемия басталғаннан бері 108.901 адам коронавирус инфекциясын жұқтырып, олардың ішінде 1746 адам қайтыс болған. Қазіргі уақытта ел аумағында шектеу шаралары әлі де жалғасып келеді. Көшеде, қоғамдық орындарда маска тағып, өз-өзіңізге сақ болыңыз. Сақтансаң, сақтармын деген бар емес пе? Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Өз пікірлеріңізді комментарий бөліміне қалдырыңыз, каналға жазылып, қолдау білдіріңіз.